Әлем театрларында ең көп қойылатын драматургтердің бірі орыстың әйгілі классигі Антон Чехов. Оның қаламынан туындаған шығармалар қай қоғамда болмасын өзекті болып табылады. Соның әсерінен 1983 жылы көрнекті режиссер Әзірбайжан Мәмбетов Чеховтың Ваня ағайын алғаш қазақ сахнасына келсе, 1996 жылы Болат Атабаев шағаланы қояды. Тақшы саған онда ферапон келіп тұр басқармадан. Кірсін дейін бі? Кірсін. Бүгін сол игі дәстүр қайта жалғасын тауып, ұлы драматургтың тағы бір туындысы «Апалы сіңілі үшеу» атты драмасы қазақ театрында тұңғыш рет сомдалды. Орыс сахнасында алғаш рет осыдан 100 жылдан астам уақыт бұрын қойылған шығарманы қазақ көрерменіне лайықтап аударған белгілі мәдениеттанушы Әлия Бөпежанова болса, қойылымның көркемдік шешімі Рубен Андресянның қолтаңбасымен жүзеге асқан. Бұл пьесаны репертуарға алған Есмахан Обаев өте көрнекті үлкен режиссер, сол ұсынысымен алынған, осы репертуарға қосылған болатын. Ол енді біріншіден Чехов, екіншіден актерлар үшін көмектеп, үшіншіден мұнда айтылатын мәселелер, ол мәңгілік мәселелер. Бүгінгі күнге де өте қарап отырсаңыз үндес. Мұнда адамдардың бір-бірін түсінбей жүруі, бір жақсылықты күтуі, содан кейін әрқалай трактовать етуге болады. Жалпы Чеховтың кез келген шығармасына адам жанының құпия қалтарыстарын ашу тән. Апалы сіңілі үшеуде автор басты назарға адам тағдырын алады. Қойылымда кейіпкерлер бір-бірімен емін-еркін сөйлесе отырып, ішкі тартыспен күйзеліске түседі. Сол арқылы адам жанының жалғыздығы сөз етіліп, негізгі салмақ актерлерге артылады. Актерлерге психологиялық қойылымды ойнау оңайға соқпады. Спектакльде бастан аяқ адамның ішкі жан дүниесі алдына шығып отырады. Сондықтан олар кейіпкерлердің мінезіндегі күрделі құбылыстарды көрерменге жеткізуге барын салды. Бұл өте қиын әрине. Дегенмен актерлерге ризамын. Олар қойылымды жан тәнімен беріліп ойнап, шығарманың мазмұнын толықтай ашты. Жүректің нәзік қылын тербейтін шығарманың желісі арман жетегінде жүрген, бірақ оның жүзеге асу үшін әрекет етпейтін. Ерік жігері аз, тек қиялмен күн кешетін кейіпкерлердің күнделікті тұрмыс тіршілігінен құралған. Көп қыртысты адам тағдырын айнытпай көрсететін қойылым уақыт бейнесімен үндесіп, қай заманда да өз құндылығын жоғалтпақ емес.